Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Аяна. Бүгін мен сіздерге блины құймақ жасаудың жолын көрсетемін. Ең алдымен видеода көріп тұрғандарыңыздай бір жұмыртқа мен шекерді жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен үстіне сүт қосып, ұн қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде жақсылап араласу керек, түйіршік болып қалмау керек. Үстіне осылай май құйып, жақсылап араластырып, осындай масса шығарамыз. Табамызды отқа қойып, менде плита, үстіне бір тамшы май тамызып, жағып аламыз. Ең біріншісінде ғана май қажет, кейіннен уже май керек емес. Барлық блинімізді осылай бір қасық көлемінде құйып, тесік-тесік болып, күшті дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Блиниларыңыз жұмсақ болып шығу үшін және бір сіздерге лайфхак, блиниларыңызды пакетке салып қойыңыздар, өте жұмсақ болып шығады. Мінекей біздің блиніміз дайын. Бір жұмыртқадан 20 штук блини шығардым. Мінекей жұп-жұмсақ. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін.